Осы видеода герунди дегеніміз не, қандай жағдайда қолданылады деген сұрақтарға жауап аласыз. Сондықтан да соңына дейін көріңіздер. Күнделікті өмірде ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар үшін герундиді пайдалану ол әдеттегі жағдай. Сондықтан да сіз де герундиді білсеңіз, бұл сіздің деңгейіңізді арттыра түседі. Сонымен герунди дегеніміз не? Герунди ол етістікке ұқсағанмен, іс жүзінде ол зат есім. Барлығымыз білеміз, етістік бұл іс, әрекет. Біз істі істейміз, әрекетті жасаймыз. Мысалы, I run every morning. Мен күнде таңертең жүгіремін. Бірақ кейбір уақытта мен ол іс-әрекетті жасағым келмейді, тек жай ғана сол туралы айтқым келеді. Мысалы, running is one of my favorite ways to exercise. Жүгіру менің ең сүйікті жаттығуларымның бірі. I love running. Мен жүгіруді жақсы көремін. Осы мысалдарда мен жүгіруді әрекет ретінде айтып отырмын. Яғни мен жүгіріп жатқан жоқпын, тек мен өзіме айналысуға ұнайтын әрекет туралы айтып отырмын. Басқаша сөзбен айтатын болсақ, мен жүгіру әрекетін зат есім ретінде қолданып отырмын. Осылайша мен жаңа ғана герундиді қолдандым. Басында айтып өткендей, мен етістікке ұқсайтын сөзді зат есім ретінде қолдандым. Сонымен герунди қалай жасалады? Герунди етістіктің бастапқы формасы немесе инфинитив формасы плюс ing қолданып жасалынады. Біздің мысалда қолданылған running сөзінің run етістіктің бастапқы формасы плюс ing running, яғни герундиге айналды. Жалпы герунди етістіктің созылыңқы шағымен, яғни continuous формасымен өте ұқсас. Сондықтан сөйлемде герундиді тану үшін сөйлемде қалай қолданылғанына назар аудару қажет. Енді герундиді қашан және қалай қолдану керектігі туралы сұрақтарға жауап берейік. Біріншіден, егерде сөйлемде етістікті бастауыш немесе белгілі бір фраза ретінде қолданылғысы келсе, онда герундиді пайдалануға болады. Volunteering is a great way to give back to your community. Волонтерлық өз қоғамына пайда әкелудің керемет жолы. Eating fruits and vegetables is important for health. Жемістер мен көкөністерді жеу денсаулыққа пайдалы. Енді келесі сұрақ сіздерге. What else is important to your health? Сіздің денсаулығыңызға тағы да не пайдалы? Осы сұраққа жауабыңызды комментарийге жай ғана зат есімді емес, герундиді қолданып жазып жіберіңіздер. Келесі жағдай герундиді сөйлемнің толықтауышы ретінде қолдану. Ағылшын тілінде герунди толықтауыш ретінде жиі жүретін етістіктер қатары бар. Олар like ұнату, love сүю, enjoy рахаттану, prefer қалау, dislike ұнатпау, hate жек көру. Мысалы, I really like cooking, but my fiance is a much better cook than me. Мен тамақ пісіруді жақсы көремін. Бірақ менің болашақ жолдасым менен де керемет аспаз. She really enjoys taking pictures of sunsets. Ол шынында да күннің батуын суретке түсіруді жақсы көреді. Енді сіздердің кезектеріңіз. What do you dislike doing? Сіз нені істегенді ұнатпайсыз? What do you prefer doing? Сіз нені істегенді қалайсыз? Осы сұраққа жауаптарыңызды комментарийге жазып жіберіңіздер. Енді келесі жағдайға көшейік. Көбінесе ағылшын тілінде prepositionнан кейін, қазақ тілінде айтатын болсақ, көмекші сөздер немесе демеуліктерден кейін етістікті көретін болсаңыз, ол көбінесе герунди болып келеді.
Prepositions деп келесі сөздерді айтамыз. On, at, behind, in, under, without. Мысалы, she walked out of the room without saying a word. Ол бөлмеден еш сөз айтпастан шығып кетті. Prepositionдерге қатысты айтылған ереже келесі сөз тіркестеріне де таралады. In spite of. In spite of training for years, she got knocked out of the tournament in the first round. Бірнеше жылдық жаттығуға қарамастан, ол жарыстың бірінші турынан шығып кетті. There is no point in taking your jacket. It's really hot outside. Жакетіңді алудың мәні жоқ, себебі дала өте ыстық. Fed up with. I'm fed up with asking you to be quiet. Сені тыныш отыршы деп сұраудан әбден тойдым. Сонымен бірге ағылшын тілінде герундиймен бірге қолданылатын кең таралған сөз тіркестері де бар. Оларды сіз жай ғана жаттап алуыңызға болады. Соның бірі can't help. I can't help being a perfectionist. Мен перфекционист болу табиғатыма еш нәрсе істей алмаймын. Келесісі can't stand. I can't stand working with people who always show up late. Өмірі кешігіп жүретін адамдармен мүлдем жұмыс істей алмаймын. It's no use. It's no use leaving a message. She never calls back anyway. Хабарлама қалдырудың мәні жоқ, себебі ол сонда да звондамайды. To be worth. It's not worth spending so much money. Соншама ақша шашуға тұрарлық емес. Сонымен бірге сіздер герундийдің басқа етістіктерден кейін қолданылғанын көруіңізде мүмкін. Және герундиймен бірге етістіктен кейін инфинитивте қолданылуы мүмкін. Сондықтан да екеуін біреуін таңдап қолдану ол сөйлемнің барлық мағынасын өзгертіп жібереді. Екеуінің айырмашылығын білу ол өте маңызды. Егер де осы екеуінің айырмашылығын білгіңіз келсе, менің келесі сабағымды көріңіздер.